Баян Алагөзова 6 жылдық үзілістен кейін бұрынғы күйеуі Бақытбек Есентаевпен тілдесіп, оған балалары үшін алғыс айтқанын мәлімдеді. Бұл туралы продюсер Harper's Bazaar басылымына берген сұхбатында айтты. Есентаев 2016 жылы оған пышақ жарақатын салғаннан кейін 9 жылға сотталған еді. 6 жыл бойы мен онымен байланысқан жоқпын. Өткен аптада өз қалауыммен екеуміз сөйлестік. Мен оның ұстанымын естігім келді. Өйткені қайталай бергім келмейді. Ол менің балаларымның әкесі. Өзіне де, сен менің балаларымның әкесі болып қала бересің. Ол үшін саған алғысым шексіз деп айттым. Оның миына кіріп шығатын мүмкіндігім болмады. Ешкім ешқашан біреудің басына кіре алмайды. Бірақ мен солай жасағым келді, деді ол. Баян Мақсатқызы кездесудің қалай өткенін әңгімеледі. 6 жылда көп су ағып кетті. Қазір екеумізді қыздарымыз бен немеремізден басқа ештеңе байланыстырмайды. Эмоционалды салқындық сезілді, әрине. Бірақ ол өзін жақсы ұстады. Мен де, деп түсіндірді Баян Мақсатқызы. Бақытбек Есентаев енді 3 жылдан кейін бостандыққа шығады. Журналистің 2016 жылғы жағдай қайталанады деп қорықпайсыз ба деген сауалына продюсер: мен ертең үйден шығып, басыма кірпіш түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан толықтай мына әлемге, өмірге, Құдайға, әділеттілікке сенемін және барлығы жақсы болады деп үміттенемін. Өйткені осыдан көп жылдар бұрын мен оны өзім таңдадым ғой. Осы адаммен 21 жыл бірге өмір сүрдім. Қазір келіп бұл үлкен қателік болды, сұмдық болды дегенім болмас. Олай айтпаймын да, өйткені ол шындық емес. Мен ол адаммен бірге тұрдым. Екеуміздің жақсы естеліктеріміз болды, әлі де бар. Біз жақсы балаларды тәрбиелеп өсірдік. Күйеуім жаман, ал балаларым жақсы болмайды ғой. Балаларым адекватты, толыққанды, әке-шешесінің махаббатына қанған. Оны жоққа шығара алмаймын. Барлық мәселе ода емес, менде еді. Ол мені сүйді, менде бәрі болды. Гүлде, бриллиантта, шубада, жақсы өмірде, машиналарда. Мұның барлығы онымен бірге болды. Қолынан келгенше мені жақсы көрді. Сондықтан қазір отырып бәрі жаман болды дей алмаймын. Бәрі жақсы болды. Тек әйелдер үшін маңызды сол бір эмоционалды бөлігінен басқа. Мен махаббатты қаладым. Махаббатты қаласам, оны да алдым. Сондықтан бірге өмір сүрген жылдарымыз үшін оған алғыс айтамын, деді Баян Мақсатқызы.